Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Міне бүгін Шәуелдің екінші күні. Енді оразаны жарияламайды дейді ғой. Десе де, енді біз қазір осы ауызашарға бір дәм деп бір жақсы бір тамақты әзірлеп жатырмын. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін маған міне капуста керек, бір картошка, чеснок, сыр, 3 жұмыртқа. Бар болғаны осы. Енді ендеше бастайық. Ол үшін мына капустаны алып, мына капуста деген тығыз қабат капуста екен. Осыны енді әдемілеп, жұқалап тураймыз. Екіге бөліп жіберсек те болады. Бұның ішінде қаттыларын алып тастаса да болады. Міне капуста өте тығыз, күшті екен. Енді оның ішінде мынандай үлкендері болса, кішкене дұрыс тұра алмай қалған жері болса, ретке келтіреміз. Құрметті көрермендер, міне өздеріңіз байқап отырсаңыздар, қатты кипятокты құйып жатырмын. Осыны өте сақырлап тұрған суға 5-10 минут қоямыз. Капустамыз суда тұрғанға шекті. Біз мына бір жұмыртқамызды теркадан өткізіп алайық. Теркадан өткіздім. Енді бір чеснок қоса салайын деймін. Дәмдеп. Оны қоспасаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Бірақ біздің үйдегілер өте жақсы көреді, чеснок, сарымсақ деген нәрселерді. Сондықтан мен қостым. Енді бұны жұмыртқамызға араластырайық. Бірден тұз бұрышын қосып алайық. Қара бұрыш қосайық. Енді айбаттап араластырайын. Бұрышымыз, картошкамыз дайын болды. Мен мына жерден бірден чеснокты кішкене турай кетейін. Бұл қазір біздің майымызға керек. Капустамыз жұп-жұмсақ болыпты екен. Енді алайық бұны. Мынандай үлкендерін алып тастаймыз. Үлкенді отызға құйып алайық. Араластырғанға ыңғайлы болсын. Енді осыған және капустамызды саламыз. Тұзын салдық. Бұрышын салдық. Енді жақсылап араластырамыз. Қыздырып жатырмын. Қазір чеснок кішкене осылай дәм шығарайын деп жатырмын. Өйткені жақсы дәм береді. Чесноктың иісіне өзі қандай. Майымыз ерсін. Чеснокты алып тастаймыз. аса қатты қызарып қажетасыз.
Бізге осындай кішкене дәм берсе болды. Енді өзіміздің тамағымызды салайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Демлеп, капустамызды қояйық. Келістеп. Пісті. Енді қақпағын былай жабамыз, бұйыртса Алла қаласа. Газдан былай қарай кетейік. Бисмилла деп. Алдық. Міне аудардық. Енді қайтадан қосайық. Екінші жағын пісіреміз. Құрметті менің көрермендерім, біз кез келген нәрсеге, жалпы сыр деген нәрсе өте тамаша тамаққа дәм береді. Сондықтан қазір мен жаңағы пісіріп жатқан тамағымның бетіне осы сырды себейін деп жатырмын. Сақтап, көк сарымсақ турап қойдым. Сыр дайын. Арғы жағы бірталай уақыт болды. Пісіңкіреп қалды. Бірден салмаймыз, өйткені сыр түкке жүрмей қалады, қатты еріп. Сырын көбірек қылдық әтеге. Арғы жағы пісіңкіреп қалды. Сырымызды салып алайық. Оның үстіне міне кішкене огородымыздағы көк сарымсағымыз шығыпты екен. Соны пайдалана бастадық. Сіздер енді укроп, басқа петрушка, басқасында пайдалануларыңызға болады. Енді бір 3-4 минут қоя тұрамыз. Бағын жаба тұрамыз. Құрметті көрермендерім, бұл бұрқырап, тамағымыз дайын болды. Енді дастарханымызға барайық. Мінекелеріңіз дайын болды тамағымыз. Лезде тамағымыз дайын болды. Сковородкамыздың іші де тап-таза деп па. Қазір менің балам дәмін көрсін. Құрметті менің көрермендерім, мен міне әп-сәтте және біріншісімен жұмыстан келіп, екіншісімен жұмысқа кеткен кешекті жарты сағатқа жеткізбей, осындай бір дәмді тамақтың түрін көрсеттім. Сіздер менің рецептіммен бөлісіңіздер. Пайдасы бар деп ойлаймын. Мен енді бұл рецепті Ажар ханымның каналынан қарадым. Өте керемет, ол кісінің рецептілерін мен көп пайдаланамын. Жақсыны көрмекке, жақсыны жасамаққа дейді. Енді бүгін міне ораза айының шәуел күндері де басталып кетті. Негізі жарияламайды дейді ғой. Бірақ көріп жатқан жастар болса, бізден бір пайдамыз тисе, осы шәуел айының да, шәуел күндерінің де пайдасы кереметтей зор болады екен. Сондықтан міне екінші күн осы шәуелді ұстап жатқан жайымыз бар. Қазір маған комментарийлер жазады, қайдағы ауызашар, ораза бітті емес пе деп жазыпты кеше маған біреу. Енді ол мәселе ауызашарға ғана тамақ дайындамаймыз, күнделікті өзіміздің өмірімізге де дайындаламыз. Сондықтан сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлібековна әп-сәтте осындай рецептіменен отбасыларыңызға, әсіресе балаларыңызға, олар енді типа пицца деген пицца сияқты тамақты өте жақсы көреді ғой енді. Жалпы енді әйел адамның міндеті отбасын қуанту, жақсы тағамдармен бөлісу дегендей. Қазақ каналын қолдаңыздар. Әйел азаматшар бір-бірлерімізді қолдайық. Қолдау деген міне бір ғана қоңыраушаны басу арқылы сіздер маған үлкен сауап істейсіздер. Сондықтан бір ғана қоңыраушаны басу арқылы үлкен көңіл сыйлайтындарыңызды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлібековна. Ендеше менің тағамымның дәмін қазір кішкентай тоқа братан көрсін. Сыр деген созылып, міне қандай болған міне. Ал енді тоқа братан, сен дәмін көре ғой. Сәлеметсіздер анамның тұрақты көрермендері. Мен бүгін анамның дәмді пирогының типа пиццасының дәмін көретін боламын. Көре ғой жан. Сырының өзі қандай созылып тұра ба? Бұл кісі қазір сабаққа барады, Алла қаласа. Же ғой.
Ане қарасай, сырдың өзі қалай созылады. Мәсі күшті. Осыны бисмиллахир-рахманир-рахим жей ғой жан. Міне менің тамағымның түрі қандай аппетитный. Бәрі свежий. Иә? Қазір Дука келеді сабақтан. Иә, балам, қалай болыпты екен? Өте дәмді. Тұзы барлығы дәл келген, тұз бұрышы барлығы күшті. Капустасы қалай екен? Капустасы жұп-жұмсақ күшті болып шыққан. Картошканың дәмі қалай екен? Картошканың дәмі өте күшті. Дәмі Кішкене сезілмейді. сезілмейді екен. Оны дұрыс қой. Ас болсын жаным. Мына сырының өзі өстіп тиктокта жеп жатқанда қызығушы едік қой, Тоғжан. Иә. Тиктоктағыларда онша болмай қалды ғой, маманың тамағының қасында. Ойнамай қалды. Ойнамай қала ма? Енді мамамның аккаунтына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бір ғана қоңырау шаны басып, анама күшті көңіл күй салаңыздар. Анаммен күнде бірге болыңыздар, анамды қолдаңыздар. Анама қолдау көрсетіңіздер. Барлығын лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, подписаться батырмасын басыңыздар. Қазақ елі. Қазақ елі аман болсын, жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Рахмет, өзің де аман бола ғой. Аман болыңыздар. Сау бола ғой. Сау болыңыздар.